телефонға студия қосымшасын жүктеп аламыз. Плюс дегенге басамыз, төмендегі. Галереяға сақталған календарды ашамыз. Оң жақ жоғарыдағы галочканы басыңыз. Міне осылай жұмыс беті ашылады. Төменде image дегенге басасыз. Image ол сурет деген сөз. All photosқа басамыз. Төменден де іздей беруге болады, бірақ маған осылай ыңғайлы. Міне сурет таңдаймыз. Екінші тұрған квадраттар сол суреттің слойлары барлығы бір-бірінің үстінде тұр. Мысалы, мынау қыз календардің үстінде тұр. Оны төмен қарай жылжытамыз. Календардің астында болу үшін. Сол жақта галочканы басамыз. Міне сурет көрінбей тұр. Біз оны саусақпен жылжытып, қажет жерге қоямыз. Суретті дәл келтіреміз. Төменгі жақта маск дегенді іздейміз. Оң жақтан екінші. Бұлардың көмегімен суретті қажет емес жерді өшіріп, немесе қайтадан орнына келтіре аласыздар. Қайтадан image дегенге барып, сурет таңдаймыз. Міне осы суретті таңдай салайын. Қайтадан жоғарыдағы слойға басамыз. Жаңа таңдалған суретті календардың астына тартамыз. Суреттің шетінде осындай линиялар тұрса, дәл сол сурет таңдалып тұр деген сөз. Саусақтың көмегімен суретті жылжытамыз. Қажет болса кішірейтіп үлкейтеміз. Өшіргішті таңдап, оң жақтағы артық жерді өшіреміз. Галочкаға басамыз. Image. Сурет таңдаймыз. Суретті календардың астыңғы жағына тартамыз. Үшінші ячейкаға келтіріп қоямыз. Галочкаға басып, тағы да дәл сол жердегі стрелкаға басып, save деген жерді басамыз, суретті сақтаймыз. Сурет галереяда сақталады. Міне үлкейткен кезде сандар бәрі сапасын жоғалтпай сақталды. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз. Рахмет!